Шакир Омаров берен мылтығын дайындап, аңшылыққа қызу дайындық үстінде. Бірақ маусымның басталуы таяп қалғанымен қолында жолдама жоқ деп қынжылады. Алу үшін әрекет еткенмен тиісті мекеме бермей отыр дейді. Удовольствие — это увлечение, у каждого свое увлечение, свое хобби. Ер адам болған соң қаруға құмармын. 5 жыл болды аң аулауға шығып жүрмін. Биыл белгісіз жағдайлармен аңшы жолдамасы берілмей жатыр. Жарнасын төлеп, маусымдық құжатты рәсімдеуді күтіп жүрмін. Не себепті жолдама берілмей жатқанын білмедім. Күнде қоңырау шалып, хабар алып отырамын. Олар 1-2 күнде келіп қалады деген жауап беруде. Министрліктердің біріктірілуіне байланысты жолдама беру қазір табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының құзырына беріліпті. Аңшылар қауымдастығы болса, мәселе жоғарыдан шешілмей тұрғанын айтады. Қазақстанға заявка берілген 1,7 миллион бланк разрешения. Это біздің сведения ғой, неофициальные. Изготовили 150 мың ақ. 150 мың түспекті. 1,7 миллион мен 150 мыңдың 10% нету. Соны енді Қазақстанға бөлет, 16 облысқа бөлетін болса 9 мың, қысқаша десеке 9.300-ден шығып отырады. Біз дайынбыз уже, бәрі дайындалып отырмыз. 5-іне Құдай қаласа енді алатын болсақ, 5 сентябрьден ашамыз, бәрі охота уже ашылады. Жолдамалар дайын болмаған жағдайдың өзінде аң аулау мезгілі басталған туралы ресми рұқсат берілді. Сондықтан да тізімде белгіленген аң құстарды атуға болады. Аңшылық маусымы Қазақстан Республикасында жаңа бекітілген аң аулау ережесіне сәйкес аумақтық инспекцияның арнайы бұйрығымен мынау тамыз айының 20-сынан бастап уже бөденелер мен кептерлерге аң аулау мерзімі ашық. 5-ші қыркүйектен бастап сол жаңағы суда жүзетін құстарға, сосын қабанға, ары қарай әр аңның түріне байланысты, мысалға қырғауылға 15-ші қазаннан бастап деген сияқты әр аңның түріне сәйкес өз мерзімдері бар, сол мерзімдер бойынша ашылады. Айта кетерлігі, аңшылық маусымы басталғанымен әлі қай аумақтарда аң атуға болатыны белгіленбеген. Тіпті жыл сайын ақылы түрде алынатын жолдаманың бұл жылғы сомасы да белгісіз.